Баршаңызға сәлем, біздің Ақ Дастархан YouTube арнасының көрермендері. Бүгін біз сіздермен дәл осындай езілмейтін қып-қызыл болып шығатын өте дәмді картошка қуырдың ерекше әдістерімен бөлісетін боламыз. Яғни етсіз де картошкаңызды дәл осылай дәмді етіп пісіруге болады. Ол үшін видеоны соңына дейін көріңіздер. Құрамына керек заттар әрине бізге тек қана картоп пен пияз қажет болады. Дәл осы екі ғана заттан дәмді тағамды әзірлейсіздер. Яғни сіздер кешкі асқа немесе түскі ас кезінде жылдам дайын болатын тамақ іздейтін болсаңыздар, дәл осылай картопты қуырып жіберсеңіздер болады. Себебі өте тез піседі және өте дәмді болады. Қызып тұрған қазанымызға осылай қалауларыңызша майды қосасыздар және пиязымызды салып, қызарғанша жақсылап қуырып алатын боламыз. Дәл осылай картопты қуыратын болсаңыздар, енді дәмі ерекше болады. Етіміз жоқ, етіміз болмағандықтан, осылай оның орнына колбаса қоссаңыздар өте дәмді болады. Яғни ерекше дәм беріп тұрады. Міне пиязымыз аздап қуырылған соң, оның үстіне колбасамызды қосып, оны да жақсылап екеуін қуырып алатын боламыз. Енді оның үстіне аздап бір ас қасықтай осылай томатты қосып жіберсеңіздер, картоптарыңыз қызылдау болып піседі. Міне оны да қосып жақсылап араластырамыз. Приправалардан бізде осындай картопқа арналған кез келген приправаны қоссаңыздар, тағамыңыз өте дәмді болып шығады. Міне жақсылап қуырып алдық. Енді оның үстіне 4 бұрышты етіп турап алған картоптарымызды қосып шығамыз. Осылай 4 бұрышты етіп турасаңыздар, картоптарыңыз езілмей, дана-дана болып пісетін болады. Картопымызды салып алдық, енді оны да жақсылап араластырып аламыз. Мен қараңыздар, тамақты қозғап жатқанның өзінен өте керемет иіс шығып тұр. Сондықтан қыздар міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәл осы тағамды қараңыздар, өте тез арада піседі. Татымына қарап осылай аздап тұз қосып жіберсеңіздер болады. Міне, вуаля, біздің тағамымыз дайын болды. Дәл осылай әп-сәтте өз отбасыларыңызды қуантып, керемет тағаммен бөліссеңіздер болады. Міне дайын болған картоптарымызды ыдысымызға салып, дастарханға тарта берсек болады. Кез келген уақытта дайын бола беретін, езілмей пісетін, етсіз де дәмді болатын дәл осындай картоп қуыруды міндетті түрде жасап көріңіздер. Және арнамызға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Себебі біз сіздермен бірге өте керемет рецепттермен алдағы уақытта бөлісетін боламыз. Ал ас болсын сіздерге!